Ежелгі заманнан бері шығыс халықтары Наурыз мерекесін тойлап келеді. Бұл мереке табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз күн мен түннің теңелген күні, яғни бір тәуліктегі күн мен түннің ұзақтығы бірдей болған күні тойланады. Көктемгі күн тоғысы Наурыз айының 21-нен 22-сіне ауысқан түні болады. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Наурыз жыл басы, парсы тілінде ноу, жаңа, рус, күн деген ұғымдарды білдіреді. Халық Наурыз мерекесіне алдын ала дайындалады. Киіз үйдің іші ескі қажетсіз заттардан тазартылып, үйге қос шырақ жағылады. Ыдыстардың барлығы ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ суымен толтырылады. Бұл тоқшылықтың белгісі. Мереке сәлемдесуден басталады. Ер адамдар қос қолдасып амандасса, әйелдер құшақтасып амандасады. Сәлемдескен кезде жасың құтты болсын, ұлыс береке берсін деген сияқты тілектер мен құттықтаулар айтылады. Енді ақсақалдар да жастарды көкжиекті көру үшін жазық далаға шығады. Адамдардың барлығы армысың қайырымды күн ана деп күнге басын иеді. Күнге тағзым еткеннен кейін ер адамдар қолдарына күрек алып бұлақтарды тазартады. Бұлақ көрсең көзін аш деген сөздер айтылады. Бұлақтардың қасында ағаштар отырғызылады. Бір тал кессең, 10 тал ек деген сөз осыдан шыққан болу керек. Наурыз күні қыздар жігіттерге дәмді тағамдар пісіреді, ал жігіттер қыздарға сыйлау үшін айна, тарақ, иіс су дайындайды. Түсте бүкіл халық 7 түрлі тағамнан жасалған наурыз көже ішеді. Дастарханға дәстүрлі ет тағамдары қойылады. Наурыз көжені тойып ішу керек, сонда жыл бойы тоқшылық болады деген сенім бар. Дастархан басында жастар үлкендердің батасын алған. Бата үлкендердің өзінен жасы кішілерге беретін ықыласты тілегі. Ақсақалдар ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын деп бата береді. Кешке жақын жұрт үлкен айтысқа жиналады. Айтыс домбырамен сүйемелденетін ақындардың өлең жартысы. Оған үлкендер де жастар да қатысқан. Наурыз айтыс жақсылық пен жамандықтың, суық пен жылының, жаз бен қыстың айтысы. Ақындар таң атқанша айтысады. Сөз жарысы жақсылықты дәріптеген ақын жеңеді. Мереке қызған кезде жастар Алтыбақан жанында ұлттық ойындар ойнайды. Ән айтып би билейді, той-тойға ұласады. Міне, Наурыз берекесі осылай тойланады. Құрметті қазақ елі, аталар, әжелер, аналар, әкелер, ағалар, достарым. Наурыз мерекесі құтты болсын. Сіздерге денсаулық, бақыт, қуаныш және елімізге тыныштық болсын деп тілеймін.